Жоба жүргізушісі көрермендерден келген анекдоттарды оқиды. Бірақ анекдоттың соңын айтпайды. Қатысушы әзілкештер анекдоттың соңын өздері қызықты қылып аяқтауы керек. Кімнің нұсқасы күлкілі, сол 50 000 теңге ұтып алады. Қызық болмаса, ақша анекдот жіберген көрерменімізге кетеді. Қайырлы құрметті достар, қош келдіңіздер. Бір өзіңізге қошемет беріп қойыңыздар. Тамаша, бүгін бізде қонақта ерекше жандар. Енді өздеріңіз де танып отқан боларсыздар. Ерекше жан болғанда андай. Қандай? Бір қатты ерекшелігіміз бар ма десе? Не емес, бәрі дұрыс қой бізде, е? Иә, бәрі жақсы. Нұрсұлтан Үсенов, бір қошеметтеріңіз болсын. Және де Марат Сәрсенбаев, бір қошеметтеріңіз. Бұл екі жігітте Жайдарманның легендалары. Жайдарманның қазіргі таңда ардагер жайдарманшы деп айтуға болады, себебі бұл жігіттер уже сезонда жоқ. Дегенмен де өте талантты жандар. Бір қошемет ұрып қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Бүгін енді Қайрекең мен Нұрсұлтан бір командасыздар. Иә, біздер енді бүгінгі келген қонақтарымыз туралы айта кетейік. Енді Жайдарманның легендалары деп жатыр. Шыны керек, екеуінің тандемі, екеуінің ойыны көп жерлерде, барлық жерде оза шауып, барлығынан ерекше көрінеді. Сондықтан да бүгінгі қонақтарымыз Нұрсұлтан мен Маратқа бір құрмет қошемет. Және де мен қатты қуанып отырмын. Бүгінгі біздің екінші шығарылымымыз сіздермен, яғни көрермендермен өте бір керемет жағдайда, керемет көңіл күйде өтеді деп сенімдеміз. Енді Нұрсұлтан екеуміз бір команда болғаннан кейін, екеуміз командаға ат қою керекпіз. Сіздер де ат ойлаңыздар. Ал, Нұрсұлтан жан. Қанекең, дайын. Бір адамның атын айтасыз. Бізге ат бие командасы қалай? Бие әдемі ұнап отыр. Саумал да, саумал. Саумал. Саумал бие. Қарындасымыз айғыр болсаңыздар дейді. Енді онда айғыр десеңіздер керек жоқ, үстімізге шығып аласыңдар. Басқа бір... Неге шығады деп. Білмей отырсаң. Мәке, ана кісі, сіз ат қойыңыз, мен атқа слабимын. Ана кинода жетігілді. Айта бер, Нұрс. Жоқ, андай, айта бер. Андай. Бір-біріміз сыйлайтын Айта бер деп. екенбіз, е? Андай не сияқты деп атқан ғой, рухфайтингтің охранниктері сияқты кәдімгідей. Екеуі ма? Ажыратып үлгермейді да. Әптен ударларды алғаннан кейін барып ажырата ма? Солай болса, бие айғыр командаларының қошеметтеріңіз болсын. Ай, өзіміз таптық ау, неде болса. Біз қошақандар. Айғыр қошақандар де. Енді біз бағдарламаны бастап кетпес бұрын бір қонақтардан бір әзілден болмаса әңгіме болса, тек соңын айтпасаңыздар болды, қыздырыну үшін. Кім бастайды? Мәке, ұрсаңшы. Анекдот бар бір. Жаңа деп қабылдап қалмаңыздар. Бәрі білетін шығар. Бір екі жігіт стройкеге барған ғой, жұмыс істеуге. Сөйтіп бригадирдің алдында отырса, бригадир сұрақ қоямын депті. Егер сол сұрақтың жауабын білсеңдер, жұмысқа алам деген ғой. Мен басымда бір кемшілік бар депті. Соны тап деген ғой. Сөйтсе бір құлағы жоқ екен да. Бір құлағың жоқ қой дей салған ғой, бірінші жігіт. Сөйтсе дұрыс емес деп шығарып жіберді кабинетінен. Сөйтіп екінші жігіт кірейін деп тұрса, айтып тана жаңа досы. Қазір саған сұрақ қояды, бір құлағың жоқ деп айтпай-ақ қой, мен айтып көрдім, дұрыс емес екен дейді ғой. Екінші жігіт кіреді ғой. Оған да дәл сөйтіп, мен басымнан бір кемшілік тапсаң, сен жұмысқа аламын дейді. Көзіңізде линза бар аға дейді. Қаяқтан білдің дейді ғой. Сол кезде не деген? Өйткені екі линзаны бір көзіңізге киіп апсыз аға. Бір көзіңіз жоқ екені көрініп тұр, сонда да аға деп ше. Жоқ, дейді. Сонда Шынымен табу керек па оны? жоқ, бидеді. 21 көзіңізде, аға сіздің көзіңізде линза бар дейді ғой. Иә. Оны қаяқтан білдің дейді ғой. Құлағыңыздан байқадым десе. Өйткені құлағыңыз жоқ. Әдемі. Әдем. Бұдан қандай әдемілік керек? Нұрақа,
Нұрахан не дейсіз? Бір алып қосарыңыз болса. Линзаны құлағыңызға тағып алды десе қалай? Дұрыс жауабын айтайын ба? Дұрыс жауабын. Басқа бағдарламаға келген. Дұрыс жауабы. Бұлар таппады. Алтын сақа. Көзіңізде линза бар аға деген, сен қайдан біліп қойдың? Осыған дейін ешкім таппады десе, енді дұрыс қой, енді ашки тағайын десеңіз, бір құлағыңыз жоқ деген. Тамаша. Әдемі. Өзінің нұсқасы бір. Әдемі, өзінің нұсқасы да әдемі. 50 мың бересіз ба? Жоқ, бұған көк дейін бермейді. Көк дейін жоқ. Бұл енді қайырымдылық ретінде. Ойда тұр. Нұрстан, сізден бір әзіл, болмаса анекдот. Анекдот. Соңын айтып қоймасаңыз болды. Иә. Соңы жоқ оның, и так. Табыңдаршы десе. Соны көптен бері таба алмай жүрмін, сол сендерге келіп тұрмын десе. Анекдот. Бір күні шұңқыр барға шұңқыр деп андай. Тұрабаев болып кетесің. Қымызханадан чүрішір көп қымыз ішкен ғой бір көкем. Иә, ше берген. И жақсы болып қалғанда барлық жері асқазаны полный сөйтіп шыдай алмай киіз үйден шығып баратыр дейді. Сөйтсе алдынан бір кісі шықты да қымызхана қаяқта деп. Сөйтіп ана кісінің жауабы. Артынан жүрсей дейді. Мен свежий, жаңа ішкен қымыз. Бірақ светі басқа десе. Қымызхана қаяқта аға десе, мына ізбен барсай десе. Уже шығып кеткен ғой. Үлгермеген да. И дұрыс жауабы осы. Осыны үйсіп айтасың деп келген ғой бұлар. Бұлар екеуі өздері дайындалып келген ба бір-бірімен? Дайындалған жаңа жауабын Біз айтатын еді. андай негізі ұбыты ұқсап дайындалып келдік қой. Олай болса, сіздердің қошеметтеріңізбен біз сайысымызды бастаймыз. Бірінші әзіл, өмір бойына бас бостандығынан айырылған бір ағамыз. Түрмеде жатқан ғой, соң енді. Сөйтіп, енді жата бермейді ғой. Шығудың әрекетін жасап, қасықпен 15 жыл туннель қазған ғой өзінің камерасынан. Жердің астымен, бұлай. 15 жылдан кейін қазып, потолок түсіріп, жарық көрінеді. Содан аман есен бостандыққа шықтым-ау деген кезде түрменің бастығының кабинеті екен да мынау. Сөйтіп бастығы түрменің қарап тұрып, не істеп жүрсің деген ғой. Сөйтсе ана жігіт бірдеңе деген, сол әзілдің соңы ағайын. Сөйтсеші, не істеп жүрсің десе, қасықты көрсет, асқана қаяқта еді десе. Бұлай қарай жүресің дейма, сояққа қарай қалсам. Тек қазып барады да. Оңай жол білмесе. Әдемі. Әдемі де отыра бермеймін. Жоқ, мен демалып отырмын. Дұрыс. Бүгін демалыс десе өткендегі дейді. Сарапшы емеспіз ба біздер? Ана қазып бастықтың кабинетінен шығады ғой. Сосын бастық, не жазып жүрсің дейді ғой, ана жаңа кісі десе. Анандай. Жай жүрген десе. Анау қазудың датова темасына кіріп кетсе да, и бастықтың аузынан шықса да. Меніңше бастықтың аузынан шыққан деген бір керемет дүние сияқты. Жоқ, асқана енді көбісі бастықтың артынан асқана тәрбиелі. Біз өзімізді қонақтарды қорғап алып отырайық. Иә. Жоқ, әлі де ол хотя аузынан шықты ол. Ол аузынан қаяқтан кетті десе. Сол ғой енді. Әлде де бастық отыр еді десе. Қазіргі заманда енді көбісі артынан шығып жатқан кезде бұл аузынан шыққан қандай керемет бастықтың Астарлы ма? астарлы. Бұл мынау қаяқта шықты деген кезде, вақ деген кезде аузынан шықты деп айтады екен. Екі жақта да жақсы нұсқа болды. 25-нан бастайтын ек қой. Жоқ, басына әдемі емес па? Шыны керек енді Марат бірінші айтқан бірінші тез жіберді да енді артынша, бірақ Нұрсұлтан
әдемі жауап берді. Біздікі енді 38 мыңдай бар. 38 шкаламен ба? Бұл жерде негізі әзілдің соңын барлығын айтып бермей ақ қояйын. Негізі Марат әзілдің түп нұсқасын дөп түсіп тапты. Асхана қай жақта деген. Да? Сол себепті де ойлап отырмын 25 мыңнан екі жаққа бөліп берсек күшті болады. 25 мың сіздерге, 25 мың 175 сіздерге. мыңға енді бір бөлсеміз. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Күшті екі жақта да Өткендегі бағдарламада киіммен келе салғандай таңда. Осыдан 2 апта бұрынғы ма? Ай, зымыра батқан уақыт-ай. Мына кісілер де сонымен кеп тұр. Ей, 2 апта болды, екеуің әлі жүрмейсіңдер ма десе? Әлі қайтпаған ба үйлеріне? Әлі қайтпаған дейсің. Сонымен келесі әзіл. Бір ауылда Уфалла. мақтаншақ охотник аға бар екен да бір. Әр ауылда болады ғой сондай. Ауылда көрінген адам қайта берді. Мен қасқырға шықсам мылтық алмаймын, буындырып өлтіремін деп бәріне мақтана береді екен да. Сөйтіп бір күні түнде үйінде жатып, жер үйлерде туалет далада болады ғой. Сол түнгі 3-ге туалетке қарай барасыз, туалеттің алдында қасқыр өсіп тұр екен да, короче. Күтіп. Мен қорқып кетеді аға, ей, сен не өтірік айтыпсың деген ғой. Сөйтсе ағамыз бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Қасқыр не үйтіп өтірік айтып жүрсің десе, қасқыр ненің алдында тұр ғой туалеттің, бос па десе. Әдемі? Қасқыр, сен не айтып жүрсің, өтірік айтып жүрсің дейді ғой. Мен туалетке кірмеймін десе. Мен болдым десе ма? Ей, сен не өтірік айтып жүрсің десе. Ей, маған өтірік айту сән ғой маған. Әдемі. Сен өтірік айтып жүрсің десе, ораза емес қой десе. Не өтірік айттым мен? Деп мана не қылып қалады, бүйтіп сасып қалады. Сен қасқырды бүйтіп ұстап аламын деп айтыпсың ғой дейді. Ай, ойнап айтқам. Алдына ма оны ойнап айтқам деп. Бірақ аюды не қыламын деп. Аю. Бірақ аюды қолмен ұстаймын дейді. Бүйтіп өтірік айтпа оны. Аюға айтам деп кетіп қалса қасқыр. Бұл жолы ертеңіне аю келсе бола ма? Зоопаркта тұрса ана кісі. Ой, кетті шейін. бұл жолы қасқырды ұрысып өлтіріп қойса. Ұрысып. Анау сөз көтере алмай өліп қалған. Естімеген да ондай ауыр сөздер өмірінде. Адамнан ұрыс естіп. Одан да буындырғанын жақсы ет дейсің ғой, Сөйтіп ағамыз түнде туалетке шықса алдында қасқыр тұр дейді. Сөйтіп қасқыр тұрып ағамызға, ей, сен неге өтірік айтып жүрсің десе, ой алла, ауылда әңгіме жатпайды дейтін өзінің нұсқасы. Қай нұсқа қызық сіздер шешесіздер? Қайрекеңдер ма? Биеге ма? Бие. Қорытындылап жіберсек, дұрыс шешімі 25 мыңнан екі жаққа берсек та келсесіздер ма? Тамаша. 25 мың сіздерге. 25 мың сіздерге. Негізі ұтуға бола ма бұл ойында? Ұтуға болады. Бүтін 25 мыңнан берсе де кәз. Бүтін ба? Бір ақшашы 25 мың. Қанша ақша тұрды столда? Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу. Алдында біз осы уақытта біз алдында уже 150 мың болып тұрғанбыз. 125 мың. Ой, кең заман ай. Ай, о кездегі анекдоттар да жеңіл еді ғой. Имам жаңағы мәхір, я. Сол бір айтшы. Ай, бір қайталаш жақсы еске алайық. Сонымен келесі әзіл, бір 10 баласы бар апамыз, 11-ші баласын босанып, үйіне келген ғой баласымен. Сөйтіп есікті жауып, күйеуі үйінде жатыр дейді. Жан, мен келдім десе, күйеуі телевизор қарап жатыр бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Шамал демалы кетуге дайындал дейді ғой. 11 ұртсақ, Қызылорда ұртсақ. Регион ше 11-ші регион. Телевизор көріп жатады ғой күйеуі. Әйел баласын енді босан келіп, мен келдім десе күйеуі. Жақсы болды, пультта беріп жіберші десе. Сөйтіп бір апамыз
бізде Қызылорда жақта апа деп жаңағы 40-тан асқанда айта береді, андай мама деп емес. Сөйтіп бір апамыз 11-ші баласын босанып үйіне келген ғой, енді өзі күйеуі күтіп алмайды, жаңағы есіктен кіріп, "Жан, мен келдім" десе, "А, сен үйде емес пе едің?" деген күйеуінің өзінің жауабы. 50 мың теңге Қанат Әлжапаров пен Марат Сәрсенбаевтың командасына қошеметттеріңіз. қазақша анекдот шу анекдот шу. Сонымен келесі әзіл, бұл өте бір фантастикалық әзіл екен, анекдот. Бір күні самолетте Путин, Джордж Буш, қоян, қасқыр, Петка, орыс, өзбек, қазақ, вахтадан келген мужик, попугай, сантехник бәрі бірге ұшып келе жатқан ғой. Бір носорог қосасаңшы. Сол ғана жетпей тұр ма? Сосын 3 кило жүзім. Носорог. В общем, анекдоттың кейіпкерлерінің бәрі бір самолетпен ұшып кетқан ғой. Сөйтсе қасқыр, біз бәріміз қай жаққа бара жатырмыз десе, қоян бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Қасқыр айтады ғой, біз бәріміз қай жаққа барадық дейді ғой. Сөйтіп қоян айтады да, біз осы бәріміз туралы анекдот шығарған кісінің үйіне барадық дейді ғой. Не үшін жиналыс деп жатыр дейді. Әдем. Самолет ұшады ғой, бәрі чересчур көп нәрсе араласып кеткен ғой. Қоян, қасқыр, Петка, Джордж Буш, Путин, Носорог. Путин. Жуас адам сияқты. Ұшады ғой, самолет бейт. Аралас бәрін бір нәрсе қыз жерсе да, андай. Кубик Рубик сияқты ма? Андай гуйру, лағман қыз жерсе да. Қайға баратырмыз дейді ғой, сосын тұрады да Путин ше, білмеймін, сенде біз охотаға баратыр. Не қыса да болады екен, солянка қыса да болады екен. Әлі табақпен қуалап отырсың ба? Жаңа ғана біздің айтқандарымыздың негізі мән мағына бар еді. Жауапқа келеді. Мән мағына болғанмен шындық жоқ қой ол жерде. Мынада шындық бар. Ана самолеттің ішінде мән мағына жоқ қой негізі. Кіргізіп атқан адамға риза болып отырмын да, анан бәрін самолет. Сұрамай ма? Билетке қарап бермей, адамына да қараса болады ғой. Бәрін бит не қылады да, біз негізі кемеге мінуіміз керек еді десе. Түпнұсқасын оқиын. Сөйтейік. Шарықтау шегіне келген сияқтымыз. Бір күні самолетке Путин, Джордж Буш, қоян, қасқыр, қазақ, өзбек, татар, орыс, в общем, анекдоттың бүкіл персонаждары отырады. Қамыс та бар ғой. Носорог бар. В общем, барлығы келе жатса, қасқыр сұрайды, біз қай жаққа бара жатырмыз деп. Сөйтсе, қоян, Чапаев қайтыс болды, коллектив болып кіріп шығайық дейтін өзінің оригинал нұсқасы. Сонымен ақша кімге, сіздер шешіңіздерші осыны. Залда екіге бөлініп алған сияқты. Бие дегенде бір түрлесіз. Бие дейді. Командамыздың артын Бізге қарап, бие деді. Біреудің биесі жоғалған сияқты ауылда. Біздің атымыз кім еді? 25 мыңнан екі командаға берсек. Ал сіздерге. 50 болғанда ала салайын да мен. қазақша анекдот шу анекдот шу. Бір бомждам жағдайы жоқ қой енді, өмірден түңіліп кеткен. Жағдайы бар бомж. Бай бомж болмайды. Бай бомж көрмеді. Ол сол үшін бомж ғой. Жағдайы жоқ та үшін. Жағдай. Кардоны да жоқ та ананың ше. Киімі де жоқ. Өзі де жоқ десін. Бомждар анаған қарап, ай бомж дейді. Анау жатпайды. Жататын жері жоқ. Оқысын, біз ақша табайық, кім? Жіберіңдер бомж десін. Ай, бомждан не ақша табасың? Уже айтып тұр ғой жағдайы жоқ деп.
Кеттік ана ал. бомждан қармақпен тапқанбыз. Ал. сөйтіп жаңа бомж мына өмірде мән жоқ деген ғой. Не істеп жүрмін деп ана биік ғимараттың үстіне шығып секіріп өлем деп секіріп кеткен кезде ана астынан мусор таситын машина өтіп бара жатпай ма, сол мусордың үстіне бақ етіп құлайды да тірі қалады. Бірақ сөйтіп тірі қалып жан жағына қараса мусордың үстінде жатыр, аспанға қарап тұрып бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Ана мына бір байлықтың ортасына түстім деген шығар. Білмеймін. Оған дейін ештеңе болған жоқ, қазір мусоры бар, оған да шүкір дей ма? Мусорға түскеннен фу. адам құсап өлемадық қой десе. Жерге кетті. Фу, қаяққа түсті. Фу деп алып жатса. Секіріп түсіп мусорға емес басқа нәрсеге де түсуге болады. Анекдотты өзгертіп сөйлесеңіздер де жақсы. Бола ма? Онда душқа Мусорға түссін қадалып да. Әдем. Әдемі. Бомжға керек. Қой сурет. Ода саунаға түсті деп, одан да күштігін жерген. Киноға түссеші қазір. Қазір кім көрінген түсіп жатыр ғой киноға. Душқа түскенді. В общем, түп нұсқасын айта кетейін, енді біздің көрермендеріміз жіберген екен. Сөйтіп бомж жаңағыдай секіріп мусордың машинасына түседі, мусордың арасына жатып аспанға қарап, Құдай-ай, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деген осы шығар деген бір әдеби бір андай нұсқа екен да. Бірақ Нұрсұлтанның тапқырлығы 50 000 теңгеге ие болды. Бір қошеметтеріңіз болсын. Екі жақ тең. қазақша анекдот шу, анекдот шу. Автобуста болған оқиға, бір жігіт қой енді. Қолында сумкасы бар, қыз болып киініп алған екен да, жаңағыдай шашы ұзын, құлағында сырға. Соған бір көзі нашар көретін апамыз, "Ай, қызым былай тұр, мен өтіп кетейін" десе, ана жігіт сәл намыстанып қалып, "Апам, мен қыз емеспін" десе, апамыз қарап тұрып бірдеңе деген, сол әзілдің соңы. Апамызды айтса, мен де десе. Ай, мен апа, мен қыз емеспін десе, апа тұрып ап. Дауысың ғана қапты ғой десе. Даусынан ақ естіліп тұр ғой деймін. Тенше. Иә. Апа мен қыз емес десе, ұлсың ба не? Десе. Апа мен қыз емеспін десе, мен де атамын десе. Трансвестит атама. Автобус бұзылған болса, іші полный, водитель. Сондай автобус, бағанағы самолет, автобус бәрі кетіп баратса, автобус полный сондай жын-жыбырларды жинап алған. Петка ғана ішінде дұрысы сау. Олар да қартаяды ғой бір күні. Апа мен қыз емеспін десе, апа нima bu десе. Nima bu? Әдем. Онда кеттім десе, апа ана құлағындағы неден ұстап тұрған болса да. Сырғасынан ба? Әдемі. Үш нұсқа болды сіздер, үшеуі де күшті екен. 50 000-ды бере салыңдар, болды. Бір қыздеке жігіт автобуста тұрады. Сөйтіп апамыз енді көз нашар көретін болу керек. "Ай, қызым айналайын өтіп кетейін" десе, "Апа, мен қыз емеспін" десе, апамыз қарап тұрып, "Құдай-ай, байғысау жастайыңнан жесір қалдың ба сенде" деген өзінің нұсқасы екен. Мен жазған жоқпын оны. Енді бұл жерде спор жоқ қой. Үш нұсқа. Жеңімпаз Қайрат Әділгерей, Нұрсұлтан Үсенов, қошеметтеріңіз. қазақша анекдот шу, анекдот шу. Мен келесі әзіл. Бір күні күйеу азанда жұмысқа шығып бара жатса, әйелі жаңағыдай тамағын беріп сөйтіп шығарып салады ғой. Сөйтіп күйеу үйден шығып кеткеннен кейін әйелі арам ой келеді да енді. Қайқа барады екен осы, көрейінші деп. Жаймен артынан аңдыса, күйеуі подъезден шығады екен да, келесі үйдің подъездіне кіріп, 4-ші этажда бір көршісінің үйіне кіріп кетті да. Артынан келіншегі кірсе, жаңағы көрші әйелмен шай ішіп отыр дейді күйеу. Сосын, сен не ағып отырсың десе, күйеу бірдеңе деген сол әзілдің соңы болып тұр ағайын. Офисті осы жерге көшірді ғой десе.
мен сантехник емеспін ба, қазір анапатизге барамын, сөйтіп жүре беремін десе. Надо просто мына үйде шайдың үстінде түстім десе. Неғып тұр жоқ бүйтсе күйеуі бүйтсе неғып тұр жалаңаш жүріп отырсыңдар дейді. мен сантехникпін ғой дейді ғой анау. Енді үй ыстық көріп тұрсың ғой, сен де шешінші дейді. Үшеуі қызық қуады дейді. неғып отырсың мына бір көршінің үйіне түсіп пойыз күтіп отыр пойыз десе енді көрші ақысы тәңір ақысы деген Сен үстіме мақалмен жеңіп кетесің, білем ғой, отыра берші кетіп қалса. енді ат айтып тұр ғой көрші деп соны көрдім десе жақсы сөйтіп күйеуі азанда жұмысқа шығады, әйелі артынан аңдиын деп шықса, күйеуі көрші үйге кіріп кетеді екен да жаңа. Сонымен әйелі артынан кіріп барса, шай ішіп отыр екен сол үйдің әйелімен. Сөйтіп, ей, көршінің үйінде не істеп отырсың десе, күйеуі қарап тұрып, ей, сен көрші, бұл мен өзім үйім ғой деп айтады дейді. Болған оқиға сияқты. Сериал көргендей отырсыңдар ма? еще осы жерде реклама кетіп қалса бірде мынау анекдот емес, андай шокирующий әңгіме болды. Сондай. Негізі Сен көрші, бұл біздің үй деген ба? Сен көрші, бұл біздің өзім үйім ғой Айта ел құлақ естімейді. Сонымен жеңімпаз кім деп ойлайсыздар? Әрине да, бие. Елу мың теңге Қайрат Әділгерей, Нұрсұлтан Үсенов, қошеметтеріңіз. Мынау кешегі саумалдың ақшасы. Қазақша анекдот шоу. Сонымен келесі әзіл. Енді бір өзге ұлттың келіншегі деп алайықшы. Бір келіншек, кәдімгідей Поляк, иә? Поляк келіншек босаныпты да. Өзге дей самау керек та бір. Бір поляк келіншек босанған ғой. Афро-американдық қара нәсілді бала босаныпты да. Күйеуі де поляк. Сосын сұраған ғой әйелінен, жаным мынауың не деп. Сөйтсе әйелі бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Сен көршісің ғой, күйеуім мынау ғой деп. Не кірді көрсетті? Алдында ана краскасын көп қосып жібердім десе. Өзі ғой қол ашып алып неғқан десе. Кола зиян деп айттым саған деп. Өзің кінәласам ма сөйтіп? Ритбул шүгір кетсе өзі сары болатын еді деп. Поляктың қара баласы ғой. Біз осы неге Африкадан алдырдық осыны ойынға десе. Трансфер. Қалай еді сондайлар? Трансфер. Сон біз осы. Мбаппе ғой десе. Өсте қатты ойнайды футболды десе. Оу, шықтың ау балшықтан өйтіп. 5-10 теңге болса да әйтеуір. Бұйырған деп сөзге айналдырып жүрсе. әйелі босанып Қош қанағат қыш, алдында ғанам көк дедің, нан сары дедің. Қандай цвет енді, конкретно айтшы сен. Негізі сұры ғой маған керек. Блин, айтпайсың бе сұры деп. Келес десе. Маған ақша бермесе, онда мен қалысқа береді айғырдағым құрсын. Бие болып кетейін. Сонымен түпнұсқасын оқиық. Түпнұсқасында бір поляк келіншек афроамерикандық баланы дүниеге алып келеді. Күйеуі поляк қарап тұрып, жаным мынауың не десе, кеше батарейкаға жақын жатып қалыптым, сәл күйдіріп алдым деген өзінің нұсқасы. Бірақ бұл жерде жеңімпаз Қанат Әлжапаров пен Марат Сәрсенбаев. Қазақша анекдот шоу. 2 сәуір мен 16 мамыр аралығында Қазақстан бойынша Қанат пен Қайраттың әзіл концерті. Осыны сіздерге хабарлайық дедік. Тамаша, олай болса бүгінгі шығарылымызды қорытындылайық. Бүгін бізде жеңімпаз Қайрат Әділгерей және Нұрсұлтан Үсенов, қошеметтеріңіз. Бие. Құрметті көрермендер, сіздерге көп рахмет.
өздеріңізге бір қошемет беріп қойсаңыздар. Рахмет. Қазақша анекдот шоу, анекдот шоу.